келесі біздің жобаның қатысушы Жанар ханым. Жанар өте қызықты іспен айналысады. Сол туралы қазір өзі айта кетсе. Қайырлы күн, менің атым Жанар Мақсатқызы, 3 баланың анасымын. Қазіргі таңда Керім Сұлу Қыз Орда жеке брендінің негізін қалаушысымын. Қазіргі таңда 20 мыңға жуық қызды жасауын тігіп, алғысқа бөленіп жатқан жайым бар. Бұны мақтанышпен айтамын. Мен бір жана өзім Қазақстанның патриотымын десем болады. Қызылорданың патриотымын. Қызылорданың атын Бразилияға дейін шығарып жатқан жайымыз бар. Осыған дейін бір затқа тоқтала кеткім келіп отырмын. Бұл осы Керім Сұлуды ашуға дейін келген кезде мен бірінші Великобритания мемлекетінде оқуға іссапарға барғанмын бір айға. Сол моментте негізі мен қаржылай қиындықта болдым. Өте тәуелді болдым қаржыға. Сол кезде бір арманым ғой, ойым бір кәсіппен айналыссам. Тек қалтамда көк тиын ақша жоқ. Оны мен танитын Қызылорданың тең жартысы біледі, таниды. Мен өзім -17 миллионнан кәсіп бастаған жанмын. Қалтамда көк тиын жоқ болса да, тек армандай беретін, армандаймын тағы да. -17 миллион минуспен 17 миллионмен кәсіп бастаған жандар өте, білмеймін енді, ол ерлік. Оған қалай келдіңіз, сол туралы? Қараңыз, мен негізі Қызылорда құрылыс және бизнес колледж деген білім саласында оқу әдістемелік жұмыстар жөнінде орынбасар болып қызмет жасадым. Қанша жерден басшы болып тұрып, ақшаң әркімде, не дейді қазіргі айтқанда, бұл қоғамдық дерт негізі. Қарыз алып, одан кіріп кетіп, ары қарай қалтаңда көк тиын болмай, карточкаң әркімде жүріп, ол анау балаларыңа бірдеңе алып бергің келеді, оқытқың келеді, тек жақсы жерде оқытқың келеді, армандайсың, тек соған қол жеткізу үшін бір көп жұмыс жасау керек, тек қалтаңда көк тиын жоқ, тек жасағым келіп тұр. Бәсеке құртады, біз әдемі киінгіміз келеді, қымбат киім, қымбат телефон. Жақсы жерде оқытқымыз келеді, балдарымызды. Осы деп ойлаймын, осы 2 баламды осы керемет жерде оқытқым келіп, сол немен қарыздан шыққым келді негізі. Тек сол кезде біраз ниша іздедім мен. Англияда жүрген кезде мен магазиндерді аралап, күнде қыздарға айтамын, мен осында ашқым келеді, қалтамда көк тиын ақша жоқ, шындықты айту керек ол ше. Даже 20 мың теңге деген ақшаны мен әрең тапқанмын. Өйткені жұмысқа барып келем, жұмысымды жақсы көрем, жан тәніммен. Тек отпуск алғанда жұрт қуанып жатса, менде, как всегда, ақша жоқ жұмысқа. Әдемі болып бүйтіп түрімді жарқыратып, костюм киіп алып, боянып, бастық болып жүрген тағы не керек бар? Қалтаңда көк тиын жоқ, балаларыңа ештеңе бере алмайсың. Сол менің бір мотивациям болды. Бір күні өзімен өзім кеп, осы именно мен қазақпын, жаным қазақ, значит, біз қыздарымызды ұзатамыз қай кезде де. Сол үшін мен осы ұлттық нақышқа бет бұрдым. Тек ең қызығы, мен бірінші подкаст айтқам, мен осы Керім Сұлуды ашқанда мен тігу білмейтін мүлдем. Қызық, осы кәсіпті бастап отырып, мен өзім қолымнан тігін келмейді, басқа келмейді, тек менде бір фокусым бар. Мен адамды өз артынан ердіре алам. Мен команда жинақтап, командамен жұмыс жасағанды мен өте жаным сүйеді. Ол да менің бір плюсым деп ойлаймын негізі. Соның арқасында мен осындай қазіргі таңда 17 қызметкерден тұратын қазір кәсібім 8 жылға жуықтады. Аллаға шүкір, бастадым жоқтығын, үйден бастадым, этаждамда бүкіл көрпе төсегімді, ыдыс-аяғымды жинап қойып отырып бастаған кәсібім еді. Қазіргі таңда 300 квадрат метрлі жерде 17 қызметкерім. Артыма қараймын ғой енді кейде. Артыма қарасам қазір 50 мыңға жуық аппараттарым бар екен. Теңгеге алынған, қалай, мен оны өзімде есептемеппін осы күнге дейін. Активіңіз ғой, міндетті түрде есептеуіңіз керек. Енді есептеп жүрмін, үйреніп жүрмін қазір. Қарасам 14 миллионға алынған помещениям бар екен. Сонымен Аллаға шүкір деймін. Қазір енді есепті қолыма алып жатырмын сіздің бір сабағыңыздан кейін. Қаржылық сауаттылық өте маңызды керек екен. Енді ол бастана мойнымда қарыз болғасын, қарызды бірінші орында қайтарумен жұмыс жасадым ғой. Мен күні түні ішпесем де жемесем де қарызымды қайтарам деп 3 жылда полный қарыздан құтылған жайым бар. Осы кәсіптің арқасында. Бұл жерде мен ойлаймын, қанша халықтың алғысын ала отырып, менде үлкен қанат бітті. Ең бірінші заказымды айтқым келіп отыр осы жерде. Ең бірінші кәсіпті бастаған кезде 20 мың теңге біреудің бу машинасын сатып алғанмын.
сөйтіп сол кәсіпті бастау үшін қалтамдағы 5.000 теңгеге шикізат алып, тек оны тігу білмеймін, интернет ақтарып күні түн ұйықтамаймын. Негізі бір неде естігенім бар, жаңа ойлаған, негізі кәсіпті бастағысы келген кәсіпкер ауру болады дейді. Ананы миыма кіріп кетіп, ана шықпайды ғой ойымнан. Қайтсем, ана тіккім келіп тұрады. Ұйықтап жатсам да, тұрсам да, жатсам да, миымда тамақ ішсем де, ананы бастамайынша мен тыныштық таппаймын енді кәдімгідей. Бастадым, тек өкінішке орай 6 айдан кейін жабылып қалдық. Өйткені инстаграмым болмады, қашанғы туыстарың ала береді затыңды, ешкім жоқ, қаржы жоқ қалтаңда. Сату каналдарды дұрыс қоймаған. Иә, дұрыс қоймаған, біз білмейміз ғой енді. Ең бірінші кәсіпкерге негізі қолдау керек қай кезде де. Осы қолдау жоқ болғандықтан 6 айдан кейін жабылып қалдық. Тек мен бір кісіге қатты риза боламын. Мен бір құрбыма барғам, бір арасында мақтанатын бар енді мен. Дұрыс. Бір тіккен жастығымды салып алып, Энергосбытта Жанеля деген қыздың мамасына барам, танымаймын, подругама барам ғой. Сөйтіп мен осындай көрпе тігетін едім, осылай деп мақтанам. Ана кісі көреді да, Жанар, ничего не знаю, менің қызым, бірақ жер қызым бар, сен тігесің жасауын дейді. Ана жерде өзім мақтанып алғаннан кейін қайтара алмай тұрмын осы сөзімді. Уақыт жоқ деп қоям ғой. Ана кісі күнде звондайды, бір күн ақша аударып жатыр, 30 мың ба, 40 мың. Білмеймін, Жанар, мынау менің бастауым. 1 жыл тігесің ба, 6 ай тігесің ба, шаруам жоқ, тігесің, сен тек менің жасауым, сен тігесің деп. Ана ақша керек қой, қатты жан жақтан сұрап жұрттың барлығы. Сол жерде жаңағы ақшаны алып алғаннан кейін, қой, Жанар, осыны бастауым керек, істейін деп. Ана кісі қайта ақшаларын аударады. Одан сайын кәсіпті сөйтіп бастап кеткен жайым бар. Ең бірінші менің миллион алып келген клиентім осы Жанеля ханым, Жанеляның мамасы тұғын, қатты алғысым шексіз. Содан бастап мен жұмысым жүріп кетті ғой. Сізге сенген ғой. Сенді. Тек мен бұл жерде айтқым келеді. Бұл бір негізі Алла ойымызға біз істей алмайтын затты салмайды. Маған бір серпіліс берді, мен соны алып кеттік. Қазіргі таңда мақтанышпен айтам, менің дүниелерім Бразилия, Турция, Грузия, Өзбекстан, Қырғызстан кәдімгі сұраныста өте жоғары. Батыс Қазақстан біздің күнделікті қонағымыз, клиентім десем де болады. Аллаға шүкір, қазір октябрьға дейін бір түр орын жоқ. Осы орын жоқтықты кеңейтем деп мен әлі үлкейтіп келе жатырмын. Сонда да артымнан қанша халық ерген кезде, күні түні жазған кезде мен кәдімгідей қуанам. Тек жұмысты тастағаныма мен осы білім саласын 1 жыл болды. Мен екеуін хобби қылып алып жүргенмін. Бұған да бір себеп болды. Негізі айтады ғой, бір трансформационный балаң болады деп. Менің үлкендерім қазір 19-да, одан кейін қызым 17-де, қазір мектеп бітіріп жатыр. Ең кішкентайым осы менің білім саласын тастап, кәдімгі осы таңда кәсіпке толықтай кірісуіме себепші болды. Балам ЗПР сөйлемейді. Алтын басымды бүйтіп, көтеріп алып, бүйтіп жүргеннен не керегі бар? Балам мына жақта ауырып тұрса, кәсібім мына жақта ақсаңдап жатса деп, солай шешім қабылдаған болатынмын. Біраз адам қолдады, дұрыс шешім қабылдадың деп. Қазіргі таңда дым өкінбеймін. Ровно бүгін осы 27-сі, 28-і 1 жыл болыпты жұмыстан кеткеніме. 17 жыл мемлекеттік жұмыстан кетіп, 17 жыл білім саласында. Кәсіпке бел, нақты хобби емес, нақты кәсіп ретінде бел бұрғаныңызға ровно 1 жыл болды. Ровно 1 жыл болды. Негізі кәсібі менің 8 жыл болады биыл бастағаныма. Хобби ретінде 7 жыл, 1 жыл профессионалды түрде. Керемет, жақсы жетістікке жетіпсіз. Қанша уақытқа дейін? Рахмет көп. Осы жаңа айтып жатсыз, 3-ші балаңызға, 3-ші балаңыз науқастығына байланысты жұмысты тастап, бірақ жаңағы осы кәсіпке бел бұрып жатқаныңыз, осындай аналар өте көп қазіргі таңда сіздің балаңызға. Ойлаймын, әлде де бәрі жақсы болып кетеді деп. Инклюзивті бағыттағы балалар, арнайы білімді талап ететін сондай аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Мысалы, сондай балалар жетістікті беру үшін арнайы бұлар бөлек және көптеу өзіне внимание, қалай болатын еді қазақша, внимание талап етеді, назарды талап етеді. Көптеу болғанда
махаббат сезімді. иә Вот сол туралы бір айта кетсеңіз, кеңес ретінде және сол практика ретінде біз 3 кеңес деп жатырмыз. Бір 3 кеңес ретінде сондай аналарға, мүмкін сіз сол аналарға серпін болып, әрі қарай солардың балаларын жақсы болып кетуіне үлесіңізді қосарсыз. Наталья ханым, бұл жерде әрине бұндай балаларға көңіл өте көп бөліну керек. Жалғыз көңіл емес, қаражат көп құйылу керек. Қаражатың жоқ болса, бұл бала қалып қояды десем болады. Өйткені мен бір айда мен балама кем дегенде орта есеппен 500 мың жұмсаймын мысалға. Ал егер де мен өзімде жоқ болса, мен балама да ештеңе бере алмаймын. Бірінші, ана здоровый болмай, ана ақшаны таппай, ана өзін басқара алмаса, баланың болашағы да дәл солай өкінішті жағдайда қалып қоятына мен көзім жетті қазір. Өйткені көп ізденем балам үшін. Аллаға шүкір, қазір біраз жетістік жүріп жатырмыз. Тек мен мынаны айтқым келеді аналарға. Мен өйткені өзім колледжде жұмыс жасағанда көремін, көп балалы отбасылар, осылай инклюзивті аналар көп шаршаңқы болады да. Всегда бірдеңеге міндетсін, үкімет бірдеңе беру керек сияқты болып сезініп тұрады ше. Мен көп жерде байқаймын осыны. Неге жаныңыз жанып тұрса, қолыңыздан іскеп тұрса, балаңыздың қасында жүріп, не кәсіп бастамасқа. Любой зат, әрбір затты бастай отырып, ақша құймай та кәсіп бастап кететін адамдар көп қой. Әрине. Мен өзім үлкен примермін. Мен бұрын мен де ойлайтынмын, Наталья ханым, осы кәсіп бастап жатқандарға қараған кезде, ой, ақшасы бар болу керек, артында біреу тұру керек қой деп. Көбісінің ойы сондай. Менде де ой болды сондай. Тек қазіргі таңда өзімнен білем. Главный адамда ниеті, главный арманнан бас тартпау керек. Это самое главное. Өйткені жаныңыз қалап тұрса, сіз ананы никакой любые деньги сіз жасайсыз. И махаббатпен жасалған зат всегда ол өте құнды, өте бағалы зат шығады. Сол үшін армандаңыздар, армандарыңыздан бас тартпаңыздар ешқашан. Неге? Сізде керемет болып жүруге мүмкіндігіңіз бар. Ол балаңыз үшін бірінші орында. Дұрыс. Және де махаббатпен балаңызды қабылдасаңыз, балаңызда және кәсібіңізде нәтиже береді. Оның бір осы үлгі ретінде Жанар ханымды айтуға болады. Рахмет сізге көп. Бүгін келіп, біздің жұбамыздың осы подкастына қатысқаныңыз үшін. Рахмет сізге. Рахмет.